Бағдаршамның аптап ыстықтан еріп жатқанын көріп пе едіңіз? Дәл осындай жағдай Европада орын алыпты. Ақпарат рас па? Талдап көрейік. Желіде Италия мен Германияда түсірілді делінген екі видео тарап миллиондаған қаралым жинады. Видеода шынымен пластик корпусы еріп кеткен бағдаршамдар көрінеді. Бірінші видео Италияда, Верона маңындағы Луганяна қалашығында түсірілген. Онда Веронада ыстықтан бағдаршамдар еріп жатыр деген жазу болған. Кейін белгілі болғандай бұл бағдаршам күннен емес, жақын жерде өртенген көліктен зақымданған. Яғни видео шынайы, бірақ оған берілген түсіндірме қате. Бағдаршамды еріткен аптап ыстық емес, от болған. Екінші видео Германияда, Берлинде түсірілген. Онда да бағдаршам 35 градус ыстықтан еріп кеткендей көрсетілген. Бірақ бұл жағдайда да себеп ыстық емес, бағдаршам өткен жылы түнгі клуб маңындағы өрттен кейін зақымданған. Мамандардың айтуынша 40 градус шамасындағы ауа температурасы бағдаршам корпусын ерітуге жеткіліксіз. Ал сіз желіде осындай видеоны көрдіңіз бе? Пікір қалдырыңыз.